ешкім емес, біз екінші, үшінші неге қалдық. Біздің орнымызға Қабатов, Жанар Айжанова, тағы басқа біз тек соларға текст дайындап жүріп жүреміз жаңағы. Бір қазақтың әйелінің бақытты болуына сеп болсам деймін енді бұл. Мен көргенмін, ештеңе жоқ, мен өлген жоқпын, ол да көрсін деген сияқты. Бұл түсінік, бұл ұғым өте ескі, қате. Ондай жаңа ұзын етектің астынан не жатыр? Шынында да иман ба әлде қатыгездік? Көмекке, заңға бәрі зәру. Ұйым құру ойда бар ма? Ол ойда бар. Парламентке депутат болып бару жоспарда ма? Өкінішке орай бізде заң жұмыс істемейді. Армысыздар ағайын. Эфирде Адырна ұлттық порталының арнайы жобасы «Керек кісі». Бізде қонақта нағыз керек кісі. Ол кісі халық сүйіктісі деген сыйлық алған адам. Кім деп ойлайсыздар ғой? Сіздер де оны танисыздар. Гүлмира Абықай. Гүлмира, қош келдің. Енді кейбір кезде бізге аса танымал емес адамдар хабарласып, осы керек кісіге сұхбат берсек деп жатады. Ал енді сізге хабарласып, әзер шақырып алдық. Әке, көке, гүлеке келіңіз, енді сіз керексіз, сіз керек кісісіз деп қоймайсыз. Одан кейін жаңағы мен қоймағаннан кейін жобаның аты керек кісі ме деп бүйтіп бір пауза ұстап тұрып қалғанда уақытыңыз болды. Сонда өзіңізді керексіз деп санайсыз ба? Самооценка қалай? Жалпы жоқ, керек емес. Адам болмайды ғой, адам туғаннан керекпін деп ойлайсыз ғой негізі, иә? Әрине керекпін, қажетпін, дегенмен мен кімге керекпін? Кімдер мені керек етіп жатыр деп ең бірінші ойладым. Екіншіден енді Меруерт Түсіпбаеваны бәріміз білеміз, танимыз, сәнімен өстік, тыңдадық, есейдік, жастығымызды өткіздік, жылап деп. Сондықтан енді Меруерт сыйлап шақырғаннан біріншіден керек кісі деген бұл не екен? Ата да мекен дедім да. Бұл кісі керек-ау, бір керек кісі болса, яғни оның бір айтары бар, бір ойы халыққа қажет болуы мүмкін деген мағынада ғой. Сондықтан мен де керек болып іздеп жатса, міндетті түрде барайын деп, мінекей студияларыңызға келіп отырмын. Иә, қош келдіңіз. Мен айта кетейін, Гүлмира журналистикада бір 18-20 жылдай, солай, мен танитын Гүлмира болса, солай журналистикаға еңбек сіңіріп жүрсе де, қатты осы дәл жаңағы шарықтау дейміз ғой, сол осы кульминация кезеңі 1-2 жылда Гүлмираны танымайтын қазақ кем-дегем деп айтуға болады, иә? Солай емес пе? Ол дегенің жаңағы дау-дамайсыз деген жобаның арқасында осы жобаға қалай келдің? Қалай осы жоба негізі дәл қазіргі уақытта нағыз керек жоба, бірақ қиындығы көп деп ойлаймын. Қиындығы көп деп өзім осылай Гүлмира сияқты жұмыс жасай алатын бедім, ауылды аралап, микрофонымды ұстап, жаңағы халықтың жыртысын жыртып, жоқтың жоғын жоқтап жүр алам ба деп кейде сұрақ қоямын өзіме, шынын айтам. Сол үшін осы жоба туралы кеңірек. Жалпы мен журналистикада жүрдім. Негізі мен ойлаймын, кез келген телевизияға барған журналист ол жаңалықтардың шекпенінен өту керек та, жаңалықтарды өткізген адам басқа жақтарға құштар болып тұрады. Мен жаңалықта 7 жыл істеппін. КТК-да күнделіктегі жаңалықтар болған. Одан кейін адам енді жаңалықтың бәрін бересің. Ары кетсе 1,5 минуттық сюжет. Одан басқа жаққа өткім келеді, кішкене қанатын сермеп деген сияқты әртүрлі бағдарламалар болды. Бірақ ол менікі емес болды. Мен сол кезде айтқам, менің нем репортер болу. Маған жаңағы бізде мысалы жаңалық жүргізуге болмаса бағдарлама жүргізуге студияда отырып, бетіңді опалап, әдемі болып, ондай ұсыныстар болды. Бірақ ол менікі емес, Меруерт, сенесіз ба? Себебі мен бір студияның ішінде 40 минут, 30 минут отырғаннан гөрі маған жаңағы шығып, ауға барып, ана кісінің өзін кәне осыны сюжеттен көрейік деп айтып жатады ғой ток-шоуларда, иә? Оны көрді, ол мен ойлаймын, ол жүргізуші оның бәрібір түсінбейді. Арасында бір қамал болады көрінбейтін. Себебі ол оның өзіне барған жоқ, көзіне қараған жоқ. Ол мүмкін жылап сөйлеуі мүмкін, оның ажал жылтыр болуы мүмкін. Ол әдемі киініп шығып, сол эфирге сөйлеуі мүмкін, оның ар жағы азып кеткен болуы мүмкін. Мысалы, сондықтан мен ол өзім кейіпкерімді, өзім адамымды мен көзіммен өзім көріп, барып, сөйлесіп, қолынан ұстамасам, бәрі бекер. Сондықтан мен сондай жобаны қаладым. Әртүрлі жобалар болды, арасында білесіз, япырай дегенде бір әншілермен де араласып кеттік әйтеуір 3 жыл. Енді жамандаған емес, бірақ олардың да жақсысы бар, жаманы бар, бәрі керемет деп айта алмаймын. Білетіні, оққан, тоққаны бар, түк білмей, жаңа сахнаға жүгіріп шыққаны бар. Иә, Бағжан.
бағы жанды ма білмеймін ғой енді жоқ жаңағы танымал болу деген көбесі жандырды ма мен мысалы қазір танымал әншілердің талайының жаңағы бір сұрақтарға күмілжіп сұрағыңызды қайталай аласыз ба бұл қалай болды екен деп жай ғана менің сұрағыма ойланып студияда жылап кеткендерді көрдім да мен ойладым мен не істеп жүрмін әншілермен япырайда мен сосын келдім да жолдасыма айттым не мен мына бағдарламадан кетемін не болмаса мен уже бір аптадан мен де ән саламын дедім әнші боламын себебі деген көрдіңіз ба мысалы енді сізді біз білеміз көріп жүрміз мен өзім оны жазып та жүрмін әншілердің арасынан тек қана ән салатындар бар және жаңағы еш нәрсемен бас ауыртпайтындар бар тек көйлек көншегімен және бұл қазақстанда туғасын қазақтың арқасында өнердің адамы болып отырғасын қазақтың қоғамына жан ашитындар бар ондайлар санаулы бізде мысалы 1000 әнші болса соның 5-еуі ғана оның біреуі сіз деп мен толық айта аламын себебі мен оған көзіп енді бұл мақтағандық емес мен оны көріп жүрмін жазбадан басқадан да қоғамдық істерден сондықтан енді сөйтіп жүрген кезде бір білесіз телевидениенің бәрі тек қана шоуларға әншілерге бәрін әншілер жүргізіп кеткен журналист ешкім емес біз екінші үшінші неде қалдық біздің орнымызға Қабатов Жанар Айжанова тағы басқа біз тек соларға текст дайындап жүріп жүреміз жаңағы міне мен сөйтіп жүрдім кешеге дейін содан кейін жалпы енді халыққа бір нәрсені көрсете берсең көрермен де шаршайды олар шаршады жадады сен қанша жерден ең керемет мейрамбекті әкеліп жүргізіп қойсаң да 3 бағдарламасын көреді да 4-сіне қойшы деп ауыстырады олар өтпеді себебі бәрібір журналистер керек эфирге журналистер керек газетке радиоға деп сосын бізде мысалы мен айттым өзім шықтым басшылыққа осылай бізде деген халық жаңағы шоу-буымнан шаршады себебі деген халықтың шоу көргісі келмейді кәдімгі әлеуметтік жағдайды қоғамдық жағдайды жасырып айта алмаймыз біз ән салып сахнада жүре бермейміз шоумен себебі мына жақта біреу аш жатыр мына жақта біреу үйсіз мына жақта біреу жылап жатқан кезде біз қашанғы жаңағы бешбармақты көрсетіп отырамыз жанар Айжанова ал халайық жиік дегенді да жоқ тойды бәріне халық себебі халықтың оның үстіне әлеуметтік желілер пайда болды смартфондар пайда болды бұрынғыдай тек әдемі ән салып жүрген жасыруға болмайтын болды сосын 2017 жылы жалпы оның аты қандай болады деп бәріміз осы даудамайсызды оның бір 10 шақты атын дау қазан дедік анау дедік мынау дедік бір 10 шақты аттың ішінде іріктеліп осы неге даудамайсыз бұны кейбіреулер даудамай дейді да себебі даудамай болса ол дау болып кетеді бір дауымыз дамайсыз шешілсін деген мағынада да бұның мақсаты ұрысу немесе дауластыру дау жасау емес бұның мақсаты көп халық бізде жоғары оқу орнын тұрмақ былайынан сауатсыз 9-дан оқымаған немесе ары қарата үйренгісі келмейді білмейді өзінің элементарный ары қарата қайда барып қай есікті ашатынын қайда хат жазатынын білмейді сондықтан бұның мақсаты жол сілтеу бізде мысалы бір суретті көрсетсек құжаты жоқ 20 жыл құжат ала алмай жүрген адамды ертесіне бізге кемінде бір 200 адам менің де құжатым жоқ дейді біз айтамыз кеше ғана көрсеткен материал соның жолы қайда барасыз қай инстанцияға кіресіз қай мекемеден сіз алып шығасыз міне дейміз да бұл соның миы бар адам соны көру керек та солай жол тауып сілтеу енді халыққа бір шама болсын бір заңды сауатын ашып және де ал заң бар жерде ешқандай проблема болмау керек деп ойлаймыз сондай мақсат Гүлмира ханым, өзім разы болғаным жақын арада енді ол туралы айтпауға болмайды. Бағила деген қайын апасы кішкене аурушаң келіне бетіне вилкамен қарып одан кейін екеуміз сол тақырыпта сөйлескеннен кейін талқылап тікелей эфирге шықтық. Енді сол жағдай арты не болады? Арты не болады? Сол туралы айтсаңыз. Жалпы міне келесі аптада біздің енді телевизиядағы маусым жалпы қыркүйектен басталады ғой. 10-шы қыркүйекте біз эфирге шығамыз. Мына 5-ші маусым жалғасып жатыр. Себебі халыққа керек болғандықтан. Ал енді ол біздің жаз кезінде болды. Сөйтіп енді адамдар әртүрлі ғой. Мысалы, бір адамның қорлауына ешкімге ондай құқық берілмеген. Қорлауға, зорлауға, жаңағы бетіне салық қылып, шаншық басуға дегендей. Бұл мәселемен әрине маған ең бірінші жаңағы қор болған келіннің сіңлісі шықты, жылап шықты. Олар бар жоғы 4 қыз екен. 4 қыз ата-анасы ерте айырылған, өздері жетім, әркімнің теперішін көріп, оңтүстікте білесің ғой енді, туысқандар деген сияқты. Сөйтіп тез қыздар 16-17-ге келгенде тез күйеуге тиіңдер әйтеуір бітті, кетіңдер деген сияқты. Оның тағдыры сондай болғандықтан олардың ешқайсының бағы ашылмаған. Бәрі жаңа амалсыз, біреу амалсыз тұрып жатыр, біреу өте нан таппай жүр баласымен кедей. Ішіндегі ең сәтті удачно деген жаңа қайын әпкесі, қайын енесі де бар. Бұл өкінішке орай жаңағы Гүлзира болып тұр. Көрдіңіз бе? Сол жаңағы бетіне шаншық басылған. Әйтеуір отбасында тұрады, енесімен тұрады, үндеме деген сияқты да.
енді бұл ойлаймын мен үлкен бір қоғамдық дау туғызатын мәселе. Оған тікелей эфирге шығып міне өзіңіз де араластыңыз, өте рахмет. Сол жерде көрді ғой, елде көрді, бізде көрді қандай оқиға болып жатқанын. Енді мұнымен қазір прокуратура айналысып жатыр. Бағила өмірі келіндеріне үстемдік жүргізіп отырған Бағила бірінші рет жаңа заң бар екенін, полиция бар екенін, органдар бар екенін білді. Звондаса, Гүлмира апай, мен прокуратураға кетіп бара жатырмын, мен ана жаққа кетіп бара жатырмын. Бәрінің алдында адамның сұрауы бар екенін, ол құл болса да, күң болса да оның сұрауы бар екенін білді де, сезді де. Қазір Бағилаңыз жым болды, бұйыртса жақында барамын. Бұны міндетті түрде эфирден дау-дамайсыз шешім тауып, ана кісі жаңағы өзінің бөлек шығып, немесе мемлекеттен мүгедек ретінде бірінші кезекте берілу керек қой. Үй алып және Бағиладан оқшаулау ұстап, бір қазақтың әйелінің бақытты болуына сеп болсам деймін. Енді бұл оған мен ойлаймын, сізде барып жол түссе, бірге барып, басу айтып, көңілдерін сұрап келейік. Енді осы келін туралы тақырып деген өзекті тақырыптардың бірі. Осы келін тақырыбы неге бізде осындай қазақтарда, мен ойлаймын, қазақтарда осылай ақылы, келінді құл сияқты жұмсау, келінді жаңағы мазақ ету, келінді ұру, соғу. Осы келін тақырыбында бір пост жазғанымда 100 шақты адам жекеме хабарласып маған мұңын шаққанда мен енді ойладым, 21 ғасырдамыз ба, әлде бұл 18 ғасырға кетіп қалдық па деп. Жаңағы есікті қақпай соқпай, енем, атам, жаңа қайындарым, қайын сіңлім кіре береді дейді. Бұл сонда неге? Мәдениетсіздік па? Немесе жаңағы осылай келінді қорлау ма? Қалай түсінуге болады? Осы келін тақырыбын кішкене кеңейтіп жіберейік. Иә, тереңірек. Келін тақырыбы енді әр қазақтың ең жақсы жері және жанды жері деуге болады. Себебі кез келген қыз өмірге келгеннен ешкім мен күйеуім ұрсын, кейін бір сұмырай енеге тап болайын демейді. Бәрімен кейін әдемі, бақытты, жақсы күйеуге тиіп, бағым ашылып, бай бақытты болайын дейді, кез келген қыз. Алайда дәл солай бола ма? Кейбіреуінікі шыдамсыздықтан, кейбіреуінікі сол түскен жерінің тәрбиесіздігінен, мысалы, кейбіреу міне шыдап жүрмін балаларым үшін, көбінесе айтатын себептер сол. Бұл шынында былай ойлап қарасақ себеп бар. Сен жаңа өмір бақи жылап жүрген, күйеуің ұрып жүрген, енең соғып жүрген, қорлығыңды көріп, тығылып жылап отқан көз жасыңды көрген бала бақытты бола ма? Иә, дұрыс. Ол бақытпен өсе ма? Сол балаға сол керек па? Сіз бірінші сұраңызшы баладан. Әй балам, мені үнемі ұрып соғатын, көгертетін, бауыздайтын әке саған керек пе деп, бала жоқ деп безеді. Ал бізде әйелдер өзінің несін жасап алған, мен күйеуім үшін, балалар үшін шыдап жүрмін, жетім болмасын деп өздері жылап отырады. Беттерім бәрі көгерген, ұрылған, соғылған. Последний раз ана телевизордан өткен бір жазды. Последний раз мені телевизордың шнурымен қылқындырды, міне деп фотоға түсіп тұрып жіберген ғой. Ал енді сені күйеуің не істеу керек? Күйеу аяғау керек, алақанда ұстау керек. Ал енді сені өлтірейін деген, ол саған күйеу ма? Ол саған өмірдегі ең жақын адам ерлі зайыптылар, иә? Бір-бірімен жаңағы рухы да негізі жақындасатын. Ал сені өлтірем, ұрам, соған өмір бақи қорлайтын адам ол саған жақын бола ма? Енді бізде соңғы кезде өкінішке орай, соңғы кезде емес, бұл бұрыннан бері келе жатқан мәселе, бірақ әлеуметтік желінің арқасында бұрқ етіп қазір шықты, ауруын жасырған өледі дейді. Бұл енді оңтүстік жақ менталитет тәрбиесі бір бөлек, жамандаған емес, бірақ та қатты ұстау, жаңағы келінді бағилаш, майраш деген сияқты емес, әй келін деген зыр еткізіп өзіне шақырып алу. Ал енді сол жұмыс жасаса, майра қалқам, айнала жерден су әпер десе болады ғой. Бірақ ол өйтіп айтуға айта алмайды. Себебі намыс жібермейді, ол құрғақ намыс, ол қайрапта жүрген намыс екен. Әй келін, әкел мына жерге чай деп ол сөйтіп айту керек. Себебі ол қайнаған. Бұл жақсы мәдениетті үйдің өзінде осындай болып жатыр мысалда. Ал енді өкінішке орай соңғы кезде тек қана күйеулер қол көтеру емес, енесі қорлау, жаңа келінді ұстап алып жібермеу. Және маған біреу жазыпты оңтүстікте. Өкінішке орай бізде заң басқа, өмір басқа. Мұнда келінді тек қана жаңағы ең басында тойдан кейін бірден бір апта өте салысымен келінге кредит алдырады. Басына кредит алдырады, бірақ оны ешкім төлемейді. Мысалда, сол жақта басыбайлы қылу үшін. Екіншіден жаңағы сол жерде енді бір айтқанда отымен кіріп күлмен шығасың. Сосын біз соңғы 15 жылдан кейін ақырын ғана басымызды шығаруымыз мүмкін. Жетісайдың бір әйел жазыпты, оған дейін дейді, біз жаңа той томалаққа бір нәрсеге күйеуімізбен қол ұстасып жарқырап жүру деген жоқ. 15 жылдан кейін ғана біз қазан басынан ақырын қылтиып бірінші құдалыққа шығамыз дейді. Себебі біз тек сол жақта жүруіміз керек. Ал енді 30 жыл болғанда біз наконец-то балаларымызбен бүйтіп көшеде жүре аламыз дейді. Енді былай қарасаң, адам құқығын қорғау енді, бірақ та оны ол жақ басқаша қабылдайды. Келінге бастан, қызға 40 үйден тыю, солай болу керек деп мысалда. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл тақырыпты енді дәл екеуміз қанша талқыласақ та бұның бір шегін шығарып тастамаймыз.
бәрі де адам санасына байланысты. Мен мысалы өзім келінмін. Мен соңғы 5 жыл бойы енеммен бірге тұрған келінмін, иә. Дәл осы дау-дамайсыз басталып жатқан кезде ана жақта келіндердің мәселесін шешіп, мына жақта күйеулердің мәселесін шешіп, жер мәселесі кесір дауында, бірақ мен үйге келгенде мен келінмін ғой, мен міндетімді ұмытпауым керек. Мен халықтың мәселесін шештім деп үйімде күйеуім болса, балалардың шашы кір, енем алдында тамақ жоқ, бәрі шашылып жатса, онда менің келіндігімнен не пайда? Мен мысалы сапарға кететін кезде мен 5 күнге азық-түліктердің бәрін толтырып, жаңағы андай жартылай дейді ғой, кура салатын, ала салатын деген сияқты. Сосын қызының мысалы 5 бантигін дайындап, жолдасының 5 жылдығының галстугын дайындап тұрып кетемін. Мысалы сен пятница анаған барасың, четвергте мен ана жақта ана жесір дауын шешіп отырып, сен ұмытқан жоқсың ба, бүгін анда кездесу еді ғой деп. Мінекей, сосын мен кейде айтамын қой енеме деп звондап қояйын да. Ана жерде ет тұр, асып жеңіздер деп. Деген сияқты да, себебі мен ойлаймын, енді әлемді біз ұстаушымыз ғой. Әйел әлемнің қулығын да, сұмдығын да, ақылын да, мейірімін, бүкіл әлемнің құдіретінің бәрін ұстайтын әйелде. Сондықтан біз өзіміз қандай болса, оны маған ешкім үйреткен жоқ, сен кейін үйт бүйт сөйт деп та. Бірақ мен өзіме сондай бір шешім қабылдадым. Біз енді нені көреміз? Бәрін көреміз, иә, мысалы. Сізде ұрыс, кері, сарнау, телевидение жылап келеді, немесе сенсация болып тошып келеді, не көтеріліс болады, дәу болады, үндеу болады. Егер мен соның бәрін алып, үйге келіп, ой, қызым бірін тоқташы, көтеріліс болып, таңертең жылап жатыр десем, ол маған кімге керек? Мен неде кіммін? Мен анамын, келіншекпін. Мен өзіме сондай не қойғам, мен үйге есікті ашқан кезде жарқыраған келіншек болып келуім керек. Бітті ана бүкіл проблема жылаған Бағила Вилка сырып жаңағы. Мен үйге мен жарқырап келуім керек қой. Балалармен мейірімді болып келуім керек. Оларға мен так тоқтаңдаршы, бүгін аяқта 9 баланы тастап кетіп күйеу ұрды деген мен қызыма керек па? Керек емес. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бір шетінен әр адамның ақылы мен оқыған кітаптарға өмірде түйгендеріне де байланысты болуы мүмкін. Егер мен міндетсініп келсем, мысалы мен ойлаймын, отбасы біз 17 жыл болып қосылғанымызға, онда мұнша сақталмас еді деп. Соңғы 5 жылда мен бірге тұрдым енеммен. Сонда, енеміз марқұм былтыр қайтты. Естідік, иман болсын. Жалпы 5 жыл болғанда ол бұрын енді ауыл жақта тұрды, Алматы маңында, кейін қыздар соның қолында өсті, апасының қолында мектепке баратын кезде біз ақыр жалғыз қызымызды қалай біз енді бағып бердің енді әкел демейміз ғой, қазақта ол жүрегінен жұлып ажыратып кетті ғой, біз оны біліп тұрмыз біздің қызымыз екенін, бірақ ол апасының қызы ғой. Сондықтан сіз іңкәрмен бірге көшіп келіңіз деп тағы да көрегенділік танытып дей ма, жалпы енді үлкен кісіні сыйлап, сондықтан бізбен бірге болыңыз, не істейсіз ана жақта, өзіңіз қиналып жүрмеңіз, жылдар бойы жүрдіңіз, тұрдыңыз, енді сізді тек қана күтуіміз керек деп бәріміз бірге тұрдық. Мен енді ол кісімен шынымды айтсам, мынандай сырласы, өзі кішкене тұйықтау кісі болатын, сырласып бір кейбіреу болады ғой, енемізбен подружка сияқты мазақ деп айтып сүріп жүреді, ондай емес. Бізде тек қана сондай дистанция болған. Бірақ күнде бір көретінім, бір шайымыз бірге, оразамыз, ауызашарымыз бірге болғандықтан, жоқ сондай бір әңгіме айтып өйтіп жастық жағын, басқа жағын осыға дейін мен оны ешқашан естімеген. Бір отырыста, бір жақта, бәлкім ол қыздарына айтпаған нәрсесін маған айтқан да шығар деп ойлаймын қазірше. Көрдіңіз ба? Сондықтан енеңіздің батасын алдыңыз ба? Иә, батасын алдым. Міне, қадірлі көрермен, керек кісі деп айттым ғой. Мен осы бағдарламаға шақырған кезде бұл Гүлмираның нақты өзінің жеке басындағы жаңағы жайттарды енесімен тұрғанын, жаңағы 5 жылдықты сапарға кетейін деп жатқанда дайындап кететіні туралы мүлдем хабарсыз едім, бірақ бүгін мен үшін Гүлмира бір басқа бір қырынан ашылып отыр. Мен ойлаймын, мына қыздардың, бізді қарап отырған келіндердің құлақтарына алтын сырға, ене қандай болу керек, келін қандай болу керек. Осылай біз тек қана осы тақырыптарды, өзекті тақырыптарды талқылап қана бір шешімін табамын деп ойлаймын, табамыз деп. Ал енді бұл жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырып, болды, ой, сол атам заманнан келін былай болған, ене былай болған, сол беті бәрін қалдыруымыз керек деген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені дәл қазіргі уақытта біз 18-ші ғасырда емес, 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Келін өзінің орнын білу керек. Енесі ол кісіде де мәдениет те болу керек. Енді уақыт біраз енді жасқа келген адам болғандықтан, онда да кәдімгідей енді өмірдің тәжірибесімен жас келінге деген жаңағы бір ол кісінің тарапынан да бір құрмет болу керек. Мен ойлаймын, көп адам жаңағы
мен көрген ештеңе жоқ, мен өлген жоқпын, ол да көрсін деген сияқты бұл түсінік, бұл ұғым өте ескі, қате, және бұл бүгінгі біздің адамды өлтіретін түсінік та. Көп бейнелер кейбіреу сөйтеді. Мен тіпті бір ауылда бір басқа тақырып түсіріп жатқанбыз, бірақ жаңа жерде осындай бір әңгіме болып кетті келін ене жайлы. Ой, жаңа кімді кім ұрмады, соны әңгіме қылып телевидение шақырып деп жаңа көрші әйел айтып отыр да. Ол әйел 60-70-терде. Ештеңе жоқ, кезінде өзімізді ұрды ғой, жаңағы күйеуіміз ұрған кезде балтамен, айырмен жаңағы ол қолында не бар сонымен, иә. Сол кезде дейді, мен ақыр бүгін ұрады ғой деп, ақыр бүгін ұрады ғой деп, жаңағы күндіз дейді, күрке жаңағы иттің несін жанына киіз салып, астына кордон салып, бүйтіп екінші үйімді дайындайтын дейді. Ақыр мен түнде ұрғанда мен сол жаққа барып қонып жата қаламын деп. Міне кезіндегі әйелдердің жаңағы сол кезде қашып кетемін, көршіге айтамын, ана полицияға жүгінемін деген емес. Достар, эфирде керек кісі Адырна ұлттық порталының арнайы жобасы. Бізде қонақта Гүлмира Абықай. Гүлмира, Ауғанстан тақырыбын өзекті тақырыптардың бірі деп қазір барлығымыз зерттеп жатырмыз, қарап жатырмыз, әңгіме етіп жатырмыз. Ол жерде әйелдердің құқығы бірінші орында тұр, сол мәселе. Біздің мемлекетте никап, хиджаб киген жас қыздарды көп көремін қазір. Сол кісілер хабарласа ма? Әлде жаңағы ислам, иман, бәрі мейірімділік деген сияқты, оларда ешқандай жаңағы құқығы шектелмей, мамыражай, керемет, ана Шымкентше айтқандай беймарал өмір сүріп жатыр ма солар? Немесе оларда да мәселелер бар ма? Жалпы енді дін өте сондай бір не ғой, күрделі және нәзік тақырып. Мен ойлаймын, қазір енді көбісі мысалы біздің елде шатасып жүр, немесе жаңағы ондай никап, хиджаб бүркемеліп бетін адам, жақсы адамның беті ашық болу керек, бетің айдай жүзің көріну керек. Енді ол не үшін жау болатыны, оның ішкі жаңа ұғымдары өздерінің адасқан. Және де мен ойлаймын, бүгін ғана бір емханаға бардым, гинекологқа. Сол кезде жаңағы сыртта бәрі әйелдер отыр, біреу жаңағы қап-қара көз ғана жылтырайды, бүтіндей бетін жауып алғанда, мен айттым, ол гинекологқа келіп отыр ғой, ол енді бетін жапқан мен енді қандай пайда деймін да, жаңағы ол жерден. Сондай сияқты мысалы, енді біздің редакцияға маған мысалы осыдан бір 5 күн бұрын 3 хат қатар-қатар кетті. Қарап отырсам, жаңа күйеуім намазхан, күйеуім ішпейді, жекпейді, бірақ күйеуім қол көтереді. Аямай көгертеді, ұрады, соғады, түнде ұрады екен жаңағыны. Сен әйелдік міндетіңді орындамайсың, сен жаңағы сондайсың деген сияқты адамды кемсіту, қорлау. Жаңағы маған жазып отыр өзі жылап. Сол жас қыз екен, 28-де, 2 баласы бар. Бірақ ішінен өзі қоса жазып отыр. Бірақ мен бұны қай жаққа барып айтам. Ертең мен сіздің нелеріңізді көремді күшті, қандай кейбір әйелдерге көмектесіп атасыз, жаңағы дағдарыс орталығына орналастырып, жаңағы балалары ондай тиран әкелерден азат болады дейді да. Бірақ мен оны да істей алмаймын ғой, себебі мен ертең полицияға жазамаймын, мен айтамаймын деп өз-өзін мойындап отыр да жаңағы. Мен айттым, неге сіз айтамайсыз? Сіз де Қазақстан азаматысыз, сізді де толық қорғаймыз десем, жақсы ертең хабарласам дейді да, ондайлар көбінесе жоқ болып кетеді. Одан кейін екінші адамның тағдыры дәл сондай, ол бірақ жаңағы оның себебі ол қыздың сіңілісі ма, әпкесі ма сол жазған. Менің сіңілім жаңағы намазхан жігітке тиген, кәдімгі имам болған ол жігіт, сондай нәрсені атқарады, бірақ жаңағы шоқша сақал қысқа балақпен жүреді, және де үнемі балаларын ұрады екен, ол балаларын қоса ұрады дейді, аямайды, оның сыртында жаңағы жай ғана жылтырап жүргені болмаса деген сияқты. Міне мен осы тақырыпты көтергім келеді, міндетті түрде бұл тақырыпты. Ондай жаңа ұзын етектің астынан не жатыр? Шынында да иман ба, әлде қатыгездік па, агрессия ма? Неге ол егерде Аллаға берілген иманды жан болса, ол қаяқта шыққан агрессия деген сияқты да. Және солай келістік, алдында да бір қызбен жақсы сөйтіп айтамын, нетемін деп зар жылап, фотоларын бәрін жіберіп, маған күйеуін көрсетіп жаңағы сөйтті. Енді сөйткен кезде, жақсы деген кезде жабулы қаза жоқ болып кетеді. Жоқ, мен енді жаңағы шықпай-ақ қойсын, енді біз зорлап, біз ешқашан кейіпкер іздемейміз. Сен шығасың, мен сені іздедім. Біз бірінші жылы мүмкін бір 6 ай, бірінші жылы іздеген шығармыз. Осындай тақырыппен шайын деп жатырмыз. Мына жақта кім бар деген сияқты. Қазір бізге күніне редакцияға сізге өтірік маған шын мыңдаған адамнан хат келеді. Бұрынғыша конвертпен де жазып келеді, дайректке де жазады, мессенджерге де жазады, WhatsAppқа да жазады деген сияқты да. Біз қазір керісінше 100 хаттың ішінен біреуін таңдаймыз. Себебі бәрі зәру. Көмекке, заңға бәрі зәру. Ұйым құру ойда бар ма? Былай қарасаңыз, қазір мына Ресейде танымал
киноактриса Чолпан Хаматованы алсақ та, тағы да жаңағы белгілі қоғам қайраткерлері, әншілер, бишілер, танымал адамдар барлығы ұйым құрып, осылай жаңағы сізге хабарласатын миллиондап хат келетін, хат жазатын біздің жаңағы Қазақстанда тұратын осылай бәлкім тек қана әйелдерге қатысты болар, немесе барлық жалпы сондай адамдарға қатысты. Гүлмира Абықайдың ұйымы бола ма, болмай ма? Фонд. Сондай жоспар бар ма алда? Жалпы ол ойда бар, ойдың бір жерінде жүре өтер, бір күні шығады. Себебі біз қараңыз, бізге мысалы айтып отырмын ғой, хат өте көп келеді. Жаңағы әсіресе зорлық-зомбылық не деген бітпейді. Мен айтам, осылар кеше ғана үйленгеніміз 7 жыл болды, 13 жыл болды, 5 жыл болды, 4 жыл болды деп жазады да. Осы 4 жыл бұрын екеуі бір-бірін сүйіп қосылды ғой, мысалы былай қарасаңыз, мәңгілік бақытты боламыз деп қосылды. Енді проблема қаяқтан туындады? Қоғамнан ба? Жоқ, өздерінен ба, тал тәрбиеден ба, мысалы да мәселеде. Енді бірақта біз олардың бәріне күйеуің енді заңды тұрғыда күйеуіңе тез таста да кет, аржа, алимент ал деп айта берсек, онда қазақтың саны көбеймейді. Ертең жаңағы жарының қасындағы әйелдер азаяды мысалы. Олай да болмайды ғой. Сондықтан біз енді қазір көз жұма қарайтын болдық. Шынымды айтсам, жай сырып өткен, бетін көзін көгерткен деген сияқты ештеңе жоқ. Мен ана хаттың көптігінен мен өзім оларды жұбата бастадым. Ештеңе етпейді. Ананы суретті саламын, өлейін деп жатқан. Сен көрдің ме, ананың үш жерін кескен. Сен қайта кеспеген ғой, ничего ертең айбат күйеу болып кетеді деп. Маған амал жоқ, сөйтіп істеуге тура келеді. Ал шындығында қол көтердің ма, бітті, сен ар жас, ол саған жаңағы, ол қоғамға қауіпті. Сен балалардың көзінше қол көтерсе, яғни баланың психикасына ауыртты. Ол агрессор. Ол ертең жаңағы басқа біреуді де ұруы мүмкін деген сияқты да. Енді біз амал жоқ, өзім басында бәрін енді жаңағы үйтіңіз бүйтіңіз, ар жазыңыз, сөйтіңіз бүйтіңіз, ана дағдарыс орталығын орналастырамыз десем, қазір керісінше қала тұрыңыз, кішкене көресіз. Енді не істейміз енді? Жалпы мен ойлап жүрмін да, мысалы 10 хаттың біз біреуіне барамыз. Себебі эфир бір-ақ рет аптасына, жарты сағаттық, 9-ы жылап қалады ғой. Мен оған айналып басқа да енді тек әйел мәселесі емес, бір апта әйел мәселесі, екінші апта жер мәселесі, үшіншісінде білім болады, төртіншісінде обязательно бір сенсация дайын тұрады. Сөйтіп келгенше ананың мәселесі ескіріп қалады. Жаралар жазылып кетеді. Былай қарасаңызшы. Сондықтан мен ойлаймын, онда көп жүгінген әйелдердің жалпы біз көбінесе кімге көмектесеміз? Жалғыз басты әйел емес, кемінде 4, 6, 8. Менен оста Түркістан облысына барам, 13 баласы бар әйелге. Оның 8-і мектепте. Ойлаңызшы, сол әйел қорлық көріп жатыр. Қазақстанға бір өзі 13 адамды әкеп көбейткен мысалы да, ол құрмет тұтылу керек қой батыр ана ретінде. Ол қорлық көріп жатыр. Оны бәрі біледі, сол ауылдың әкімі бәрі. Бірақ ноль внимания деген сияқты да, мысалы сондайларға көмектесу керек деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлап отырмын, енді біреуін аламыз, 9 қалып қалады. Міндетті түрде, мысалы, олар хат жазатын, ұратын, соғатындар өкінішке орай шындықты айтайық, көбісі кәдімгі ауылдан шыққан қарабайыр қазақ тілді қазақтар. Мен ешқашан сирек қана осы орыс тілді, орысша оқып бітіргендердің меня муж бьет деген бір хаттарды көрмеппін. Көбінесе жаңа енеммен тұрғам, 6 балам бар, ауылда жүредік деген сияқты да, көнем балалар үшін деген сияқты көніп келдім, 19 жыл, 25 жыл көніп келді. Мама, кейбіреу жазады, менің кезінде шешемді жаңа әкеміз ұрып өлтіріп еді, қазір мен ойлап едім, ондай жігітке тимеймін деп, қазір мен күйеуім де сондай болды дейді. Міне бұл не? Тағдыр ма? Бұл жаңа баланың кішкентайынан соны көріп өсіп, бала жаңа күйеу әйел ұрғанды норма қабылдайды. Ең бірінші ударды жібереді, себебі бұл норма. Кезінде шешем дұрыс еді, өлтірмесе болды деген сияқты да. Өкінішке орай бұл өте қате түсінік. Қазақстанның 80% әйелдері сондай. Ең бастысы өлтірген жоқ қой деген сияқты да. Неге олар жарқылдап күлмейді, неге олар әжімсіз, тыртықсыз жүру керек, неге олар мысалы бақытты болмайды? Олар да бақытты болу керек қой. Бақыттан әркімнің үлесі бар. Сондықтан енді бүкіл Қазақстанның әйелдерін бүйтіп енді қорғай алмаймыз дегенмен де мен ойлап отырмын, сонда ұйым құрсақ, оны әйелдің жаңағы 9-ы қалады ғой. Көмектесіп, әсіресе балалармен. Көбінесе қазақ тілі деп айтқан себебім, бізде Алматыда дағдарыс орталығы бар. Олар орыс тілді бәрі, және де жаңағы бізде не молчи бар, осындайларға ол да орыс тілді деген сияқты, көрдіңіз ба? Сондықтан олар тіпті оның бар екенін білмейді. Маған жазады, сосын мен оны әлеуметтік желіге жариялаймын да, Фейсбукқа, ойбай, мынаның ұрып тастады, соғып тастады, орып тастады деп, сосын ана жақтан шығады не молчидың қыздар маған. Гүлмир, может дать номер, бір нәрсе жекеденші, былай қарасаңыз ақпараттарды беріп отырмын. Ал мысалы соны өзіміздің де сол әйелге көмектесіп, мемлекет
деңгейде қамқорлыққа алуға мүмкіндігіміз бар ғой. Сіз Бар, болып, бар, мен болып, бар, Камшат Есмұхамедқызы заңгер болсын мысалы. Бар. Бізде мемлекеттік грант алып болашақта сондай бір Ақжүніс па, бір Ақжібек па, бір қазақ әйелдерінің ажырасуға шақырмаймыз. Тек балаға сен қатыгездікті көрсетпе деген мағынада бір жылу беріп, сол жерден бір қорғайтын. Немесе уақытша ұстап, әдемі бір жаңа ақыл айтып, енесін шақырып, бөлек сөйлесіп, педсоветке салып. Әдемі бір семьяларды қосып жатсақ, онда тұрған не айып? Мысалда сондай нәрсе мүмкін жасаймыз. Біз тек оларды қорғап алу емес, оларды қайтадан мүмкін жарастыру деген сияқты бір қазақы бір нышан болу керек деп ойлаймын да, мен бұл ойымда. Бәлкім оның ішінде сіз де жүресіз, мен де жүремін деген. Өте керемет идея, өте керемет. Мен маған өте ұнап отыр, өйткені шынында да енді біз бәрібір қазақпыз. Менталитетіміз ешқашан біз қазақилықтан бөлініп кете алмаймыз. Енді шетелде білім алған адам ретінде жаңа білім деп мәселе білім деп қалдыңыз. Осы білім мәселесі. Америкадан келгенде айтып едім, осыдан 9 айдан кейін тау қопармасам деп едім. Біздің елде тау қопармақты қырдың басында қопаруға болмайды екен деп. Осы шетелде алған білім туралы тереңірек. Жалпы мысалы енді Казгуды бітірдім, журналистиканы оқып, бірақ та одан кейін мен кейбіреу көбісі магистратураға түсіп осы жүгіріп кетеді ғой, тез жаңағы. Ол менде мақсат болмады, менде мақсат репортер болу, журналистикада істеу, телевизияда болды. 10 жылдай жүріп барып көріп, неге бізде мен неге неттім? Неге бізде ақпараттық талдау жоқ, жаңа аналитика жоқ та, бізде аналитика бар, жоқ, қазақша бір бағдарлама болды, оның өзі хабардікі, сосын орысша КТК-дан болды шамасы, портрет недели. Оларда аналитика емес, олар жаңалықтардың жай қорытындысын жасау, жиып теріп, ал нағыз сараптама басқа болу керек. Осы тақырыпта ойланып, сосын мен магистратураға түсейін деп шештім, Казгудың журналистикасына магистратураға. Сол кезде бізге мүмкіндік болды. Енді мен 10 жыл кейін түстім ғой, кейінгі поколение, енді менен жастар. Сосын айтты, шетелде жаңағы жалғастыру 6 айға білімді. Кім қай жаққа барады дегенде, жаңа біз бір 15 адам ба, 20 адам шығармыз. Соны оны Түркия деді, бесеу жаңағы тағы бір жақын Польша бір нәрсе деді, сосын Америкаға жоқ. Мен айттым, тағы қай жақ бар екен дедім. Сөйтіп едім, айтты, Америкаға мүмкіндік бар деді. 2 орынға. Мен айттым, онда мен Американы таңдай дедім. Сосын жаңа бүкіл жастардың бәрі маған бүйтіп, жындысың ба, Түркияға бармайсың ба, қыдырып келесің деген сияқты да. Енді олардың ойында мен 10 жыл бір магистратураға барсам, бәлкім мен де сөйтер ме едім де. Жоқ, мен сосын оның ішінен қандай оқу орнын таңдадым? Неге мен ойға барғым келді? Колумбия университеті әлемдегі ең мықты, жалпы Гарвардтардан кейінгі 10-қа кіретін университет. Сол кезде Американың 6 президенті соны бітірген екен. Ол Барак Обаманың кезі болатын, соның өзі де соны бітірген екен. Жалпы әбден зерттедім ғой, тағы 3 университет болды. Соң құласаң нардан құла, енді Нью-Йоркты барып көрейік, сол жақта жатып оқиық дедік та, кезінде біздің әке-шешелеріміз Алматы армандап кетіп еді ғой. Ол мұхит асып сол жаққа барайын деп кеттік Нью-Йоркқа. Қасымда бір орыс тілді бір қыз болған, тура баратын кезде ол бармайтын болып шықты. Сонымен өзім қалайша бұрын жіберуші бір Аллаға сыйынып, ал балалар оқылық деп. Тіл деңгейі қалай? Тіл деңгейден бұрын үйде енеміз бар, қызымыз бар, біз қазақпыз. Ол енді 5 күндік съемка емес. Сосын мен енді оны айту керек қой енді. Ал мен кеттім Америкаға десем, қай ене саған, ал давай бар пока демейді ғой. Сосын мен оны ақылды әйел ретінде жолдасыма айттым. Мен жолдасым қолдады. Бар жүгір, сен оқы, сен өс, сен көтерілуің керек. Сен потенциалың өте мықты, сен мемлекетке пайда келуің керек, жай ғана бір телевидениеға емес. Сен деген үкіметке пайда келетін адамсың, сен өсетін, сен мен басқа жақтан көріп тұрмын. Сосын ол маған айтты да, қазір мен айттым, енді ол тәте дейді. Сосын мен айттым, оған ол кісіге не деп айтамыз? Ақырын өзім айтам деді да. Өзі айтып түсіндіріп, мен ең соңында ақылды күйеу деген Гүлмираныкіндей болу керек. Мен ең соңында айттым, енді апа, біз 3 күннен бұйыртса жолға шығайын деп жатырмын, оқуымды жалғастырамын. Оны 6 ай деп айтқан жоқпын енді ол. Оны ана жаққа жетіп алғанын айтамын ғой. Сосын айттым, жолға шығайын деп жатырмын енді. Сол жақтан бір жол түсіп ары қаратай. Оны бірден жаңа немерелермен алдадым ғой. Болашақтан карлардың ары қаратай өмірде оқуына да жақсы болады, сеп болады деген. Оған дейін ол жолдасым бәрін айтып, битіп нетіп қойған ғой. Сол ақ батасын алдық та кеттік. Сонымен мұхит асып 16 сағат ұшып, Нью-Йоркқа топ етіп, Нью-Джерсиде тұрып. О жақта қалай болды? О жақта мен мына жақтағының бәрі бір бос бекер екенін байқадым да. Себебі біздің 4 жыл оқымай, біз журналистиканы 2 жыл оқуымызға да болады, немесе 1 жыл оқуымызға да болады екен. Сосын ол мәселе оның тек, мысалы, қаншама жаңа лекцияда ұйықтап қалып, ұрыс естіп, қаншама жаңағы мынандай том-том одан гөрі студент өзінде ақша жоқ, бірақ біз мынандай кезінде нелер алушы жоқ қандай? Блокноттар, журналдар, соған өлтіріп жазатынбыз. Одан гөрі соны миымызға тоқып, мысалы, тәжірибе жинап деген сияқты да. Бізде аналитика мүлдем жоқ екен, сараптама жоқ екен. Жалпы соған қатысты оқу ағылшын тілінде болды.
керемет сөйлеп кеттім деп айтпаймын, бірақ та еркін сөйлеп түсініп жаңағыны бір нәрселерін түртіп алатын профессорлар болды арасында. Сол жақтан мен көп ойым өзгеріп шықты менің. Тек қана жаңа білімім толысты. Иә, мен тіл үйрендім. Мен жаңағы неге екенін білмеймін, араб тілінде кішкене испан тілін. Сол кезде армандар болды менде. Ана жаққа кетем, кейін мына жаққа кетем, одан кейін ең соңында ғұмырымды қаратай шөберелерім Қазақстаннан келіп тұрады. Мен бәленше теңіздің жағасында осы жерде болуым керек деп. Бәлкім әлі солай да болатын шығар. Мен мысалы себебі мен мегаполистің адамы екен, мен соны білдім. Мен Нью-Йоркте 5 күннен кейін мен өзімдей сезініп кеттім да, Нью-Йоркте жаңағы ол жақта мен кәдімгідей азып, әдемі арық болып келдім деп. Себебі деген жаяу жүрдік қой, бізге сол ғой керегі. Себебі деген жаңа метроларға мініп бір-екі рет өтіп кетіп жатасып жүргенше мен ойландым, қой, сол кезде мына тугисің сол жақта. Соны алып аламыз, картамен жаңа жүремін, мына жаққа былайынан жүремін, мына жаққа былайынан тез тауып барып келіп, өте сондай бір қазірде мен Америкаға кеткен жастарды өте қолдаймын. Олардың жаңа ел көріп, жер көріп, өмірінде бір нәрсенің бір өзгеріс болатынына, тіпті қайтып келген жағдайда оның жаңағы ең құрмаса баласын ақшамен оқуға түсірмейді. Ол енді баласының тек мысалы талап қоймайды. Бізде қазір талап қоймаймыз. Іңкәр, сен 5-ке оқуың міндетті емес, отличник болма, бірақ сен кейін бір ғана сабақты жақсы меңгер да мықты маман иесі болуға сен міндетсің деген сияқты да, сондай да. Сондықтан енді ойым өзгеріп келді. Үлкен айтып отырмын ғой, бір тау қопаратындай күштермен келдік. Ол енді ішінде тағы да жатыр потенциалым. Былтыр мысалы жаңағы парламенттік сайлау болғанда жалпы маған бір партия шықты, осылай бізден депутат болайық деген сияқты ары бері ойладық, халық та қолдайын деп тұрды. Сосын бұл да бір асығыстық болар деп, мүмкін менде үлкен бір саяси да жоспарлар бар. Сондықтан оның бәрі жаңағындай кішкентай ұйым құрудан басталады ғой енді. Жоспар өте көп. Мен ойлаймын, ең бастысы сіздің жаңағы мысалы әлем бойынша жалпы Американың, содан Германияның білімдері жақсы. Егер балаңыздың талпынысы болса, оның оқуға деген ынтасы болса, міндетті түрде ол болашақтан оқып келіп, немесе Қазақстанның емес, жалпы әлемді танып білгенге не жетсін, барғанға, жүргенге. Мысалы, Мира, біз біліп отырмыз, әлеуметтік желіден басқадан енді бір үй сияқты болып кетті ғой. Сіздің балаңыз, қазір сол жақта. Сондықтан енді алдынан үлкен бір асқар таулы жолдар ашылсын, асқақ арманына жетсін деп тілегім келеді. Жалпы екінің бірі барып жатқан жоқ қой. Америкада мен өз үйімдей сезіндім, және мен сол жаққа қайтадан тағы бір барамын жұмыс істеуге. Керемет сұхбат болып жатыр. Енді мен ойлаймын, осы шынында да Гүлмира, Колумбия университетінде алған тәжірибең Қазақстанға келгеннен кейін осы дәл бүгінгі екпінде жұмыс жасауға әсер етті деп мен өзім кәдімгідей көзім жетіп деп отыр. Енді саясат туралы біраз айтып қалдың. Парламентке депутат болып бару жоспарда ма? Содан кейін дәл қазіргі уақытта танымал адамдар көп парламентте, солардың жасап жатқан жұмыстарына көзқарасың. Танымал адамдар бар. Танымал адамдар бар, бірақ танымалдан бұрын өзіміздің кеше ғана бірге жүрген журналистикада жүрген әріптестер де өтіп кетті. Алайда ол жаққа барғасын журналистикасы да өшті, басқасы да өшті. Жалпы мені сайлады, немесе мен жақтан кенеттен барып қалдым деп емес. Мен мысалы қазір менің 4 бір миссиям да, жоспарым бар. Мысалы, егер мен ол жаққа барсам не істер едім? Мысалы, бізде ең көп хат жазатындар жаңағы алимент ала алмай жүргендер да, ең көп күніне 30-40 хат түседі әйелден. Сол кезде Қазақстанда алименттің артында тек сұрау жоқ. Мысалы, бір фирманың генеральный директорының 2,5 миллион алатын жаңағы жаққа тіркеген кезде сот орындаушы арқылы 40 мың теңге алады деген, ана баласына 10 мың теңге береді екен. Мысалы, оны бәрі біліп тұр, ол ана жерден трехсоткадан түсіп жүр ғой. Мысалы, оның көлігінің өзі 30 миллионда, бірақ ол баласына айына 10 мың теңге төлейді. Жаңағы әйел маған жылап, соның фотосы мен несін көрсетті. Мен айтам, енді ол бір шетінен адамгершілікке де жатпайды, еркектің өз баласынан өзі тарығуы, безінуі. Ал екіншіден қарасаңыз, мысалы, салық комитеті бар, сол жерде мысалы полиция бар, сот орындаушы бар, бәрі сол ауылдың адам екен біліп тұр ғой. Мысалы, қарағым, 30% манша болады, соны бер деуге болады ғой. Жоқ, бізде ана ең бастысы қағазда ол 40 мың теңге зарплата деп көрсетіліп тұр ғой. Сол бойынша кете береді. Міне, бұл заңды, типа, ең заңға айналып келсек, ол ай сайын төлеп жүр ғой 10 мың теңге деген сияқты да, көрдіңіз ба? Осындай орысша айтқанда сплошь и рядом өте көп нәрселер бар. Мысалы, неге соны қазіргі депутаттар алиментті бір сен кеттің ба жаңағы
онда бірден төле. Ал төлей алмайды ма? Болады ғой, жұмыссыз, тағы басқа өзі ішіп кеткен жаңағышы. Ондай болса мемлекеттің тарапынан мен ойлаймын, әр баланы асырауға төленуі керек, себебі мемлекеттің біздің резерв жетеді оған. Біздің қор бар ондан. Екіншіден, бізде ең көп нәрсе, мысалы, жақында санақ болады. Осыға дейін 91 жылдан бері 30 жыл тәуелсіздік алдық, а бізде 41 жыл бойы құжатсыз жүргендер бар. Міне мен ертең Түркістан облысына барамын, 21 жыл бойы құжатсыз. Баласы 12, 17, 18, 4-5-те болған, қазір қыздар күйеуге тиіп кетті, әлі құжатсыз, ол құжатсыз бала туды. Ол Қазақстанда қазақтан туса да, ол бала тағы құжатсыз. Оған ешқашан ем берілмейді, себебі біздің үкіметтің несі сондай, заңы сондай. Неге Қазақстанда қазақтан туған бала құжатсыз болу керек? Айдалада чөптің үстіне туды ма, жусанның ортасында. Бұл бұрынғы 16 жыл емес қой. Ал енді оны қазір жасау үшін біз барамыз, бүкіл көші-қон генералға шығамыз, көші-қон бөлімімен айналысамыз деген сияқты да. 21 жыл бойы неге аламайсыз, себебі бізге о баста метрикамыз болмаған, сондықтан дейді. Мысалы бізде қазір сенің Мира Түсіпбаева болсаң да, сен керемет нетсең де, ертең сен пенсияға шығатын кезде сіздің метрикаңыз болмай қалып, мына жеріне бір сия тамған немесе бір не цифр кетіп қалса, Мира, сіз ешқашан зейнетақы ала алмайсыз, қанша жерден халық білсе де. Неге бізде соны биометрикалық паспорт, электронный үкімет болады да, неге біз қайтадан соған келеміз? Онда соның бәрі неге бізге кіргізбейді, жинақтап мысалы да, неге біз сала-құлаш қағаздарымыз көтеріп жүруіміз керек? 21 ғасырда электрондық үкімет бар да, соның бәріне біздің жаңағы ақпараттық технологиялар министрлігі соның бәрін жасап жатыр ғой, жыл сайын миллиардтап. Сондайды неге кіргізбейді, енгізбейді? Мен мысалы мына жерге ғана бүйтем, менің паспортымның номері, удостоверение номері, менің метрикам номері шығу керек қой, кәдімгі өркениетті елде дамып жатырмыз. 30 жыл, 29 мемлекеттеміз. Сондай. Ал енді қараңыз, бұл мәселе екінші деп қойыңыз, құжатсыз қазақтар өте көп. Мен былтыр Жетісайдың бір кісі хабарласып, біздің апамызда құжат жоқ. Ой, апаларыңыз қаншада десем 99-да дейді. Қалай 99-да өмір алмаған ба? Енді алған кезде бұрын Сталин паспорттаған қара паспорт дейді. Біз қызыл паспортқа гүлеп жүрсек, әлі қара паспортпен жүргендер бар екен. Ол не паспорт десем, Сталин паспорт дейді. Сол кезде жалпы білесіз ғой, паспортизация бізде 74 жыл жүрді. Ана кісіге бардым мен. Әжім басқан қолдары сондай бір мейірімді әже екен. Мен осы колхозға еңбек етіп жұмыс істедім. Мына біреу сол жерде не бар? Канал бар, достық каналы. Осыны біз кезінде қолымызбен қазып, арбамен нетіп, күрекпен істеп, сол каналдан су ағызып, содан Совет Союзы көтеріліп, Жетісай деген дүркіреп, Мәскеуге бүкіл миллиардер колхоздар болып, ал енді соның бәрін жасаған адам, біз дейді, қарағым, бізге ол кезде жарық болған жоқ, жарықты үнемде деді. Біз айдың жарығымен мақта тергенбіз дейді. Айдың жарығы кезінде мақта тербаңдар деп сонымен тереді екен да. Енді сөйтіп жүріп 8 бала туып, ал енді паспортсыз отыр. Ешбір сол кезде жасалмаған ғой. 40 жыл жасалмаған, 50 жыл жасалмаған, 90 жыл болып жасалмаған. Соны неге Жетісайда бүкіл жаңағы құзырлы орындар, тиісті мекемелер отырған кезде неге журналист барып жасап беру керек соның паспортын? Мен соны жасап бердім. Сол кезде биыл ол кісі 100-ге толды. 100-ге толғанда өткенде тағы жылайды. Не болды апа? Сөйтсем жаңағы биылғы не бар ғой, жаңағы 9 мамыр мерекесі, сол кезде ол кісіні жаңағы тыл ардагері ретінде құттықтаудан ұмытып кеткен. Мен сосын жаңа жаздым әлеуметтік желіге, қандай ұят, онсыз да 99 жыл сұраусыз келген елді ауданда көп емес қой, 100 жасағандар. Жеңіс күнінде құрметтеуге болатын еді ғой деп, әкім бір камзолмен шоколадын апарып маған отчет жасап жіберіпті да. Мысалы, ол маған керек емес қой. Сол сияқты бізде неге артынан жүгіріп барып, міне сен бетіңе мынандай деп жазуымыз керек? Мысалы да, әркімнің өз сол үшін қызметі бар, сол үшін функциясы бар, атқаратын міндеті бар. Өкінішке орай бізде заң жұмыс істемейді. Заң жұмыс істемесе осындай нелер болады. Ал заң жұмыс істесе мұның бәрі орнына келетін еді. Құрметті ағайын Гүлмира ханымға разы болғаным соншалық. Негізі осы жерде мен аузымды жаппай сөйлейтін едім. Бүгін мен трибунаны беріп, міне керек кісі, ал халқым тыңдаңдар, міне деп отырмын. Разы болып, шынын айтсам, көп рахмет, керемет әңгіме болды. Енді мен ойлаймын, Гүлмира, сіз сияқты адамдар көбейсе, күніне бір рет біреуге жаңағы бір қасық суды тамызатын адам табылса да, біздің мемлекетіміз өркендейді, гүлденеді, жаңа қазақтың жағдайы дұрысталады. Бізге ең қазіргі уақытта жетпейтіні ол мейірімділік, имандылық, бір-бірімізге деген сүйіспеншілік. Осы Гүлмираны бүгін тыңдап, кәдімгідей мен өзім бақытты сезініп отырмын өзімді, шынын айтсам. Нағыз керек кісі Гүлмира Абықай бізде қонақта. Енді біздің соңғы бір сұрағымыз бар. Біз түсіндік, елге, жерге, қызыңа, туған туысқа, жұбайыңа керек адамсың, бізге керексің. Енді бір адамды атап өтсең, саған
кім керек? Ең керек, ең керек. Әрине маған ең жақын өмірдегі жолдасым, ұлағың керек. Бала шағам, қызым. Жоқ, бірақ адамды. Бірақ адам болу керек. Бірақ адамды. Өмірде Ең керек адам. Миран, жалпы өмірде мысалы адам баласына ең жақын, енді жігіттер үйленбей тұрып, қыздар тұрмысқа шықпай тұрып, ата-ана. Ата-анадан асқан аналық. Дәл қазіргі уақытта Гүлмира Абықайға кім керек? Мен соны атар едім. Бірақ өкінішке орай менің әкем кішкентай кезімде қайтты, анам да кейін қайтты. Сондықтан енді олардың орнын алмастырған өмірдегі бір қолдаушым, қорғаушым, жол көрсетушім, жыным ұстаса ашуым да болатын, жаңағы көңілім келсе еркелеп алатын жолдасым керек маған. Содан ары қаратай мен жасай берем, жасара берем. Міне осындай бақытты Гүлмира Абықайдың бақытты баянды бола берсін, қызының қызығын көре берсін, ұлан мен әбден жаңа сартысты шал кемпір болғанға дейін бір жастықта қартайсын дейміз. Осындай керемет көңілді әдемі нотада бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Гүлмира, көп рахмет. Рахмет, Меруерт Түсіпбаева. Мен ойлап едім, әншілер журналист шақырып жатыр сұхбатқа, не айтамыз, не қояды, қандай сұрақ қояды деп. Сөйтсем керемет екен. Жарайсыздар, сұрақтарды кім дайындаса да, өте керемет, біліп отырамын. Енді бұланбай көріп отырамын. Келесі жобада, келесі қонақты қарсы алғанда біздің шаңырағымыз тек қана ашық болсын, осындай жарқын болсын, осындай керемет керек кісілер мемлекетімізде көп болсын. Сау саламатта болыңыздар.